Сәлем достар, есімім Әсел. Бүгін сіздермен шайға арналған өте оңай жасалатын, балалар бір жасағанда жеп қоятын осындай үгітілмелі печенье дайындаймыз. Барлық кеткен қоспаларды төмендегі описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға сұйық майды және шекерді салып араластырып аламыз. Оның үстіне жүгері крахмалын және бір жұмыртқаны салып тағы да араластырамыз. Енді үстіне ұнымызды, какао және қамыр қопсытқышымызды салып, қамырымызды дайындаймыз. Осылай силиконды күрекшенің көмегімен қоюлау қамырымызды дайындап аламыз. Қамырды осындай қалташаға құйып алдым және мендегі насадка түрі 9F-ті. Печеньемізді гүлдің формасына келтіріп, әдемілеп осылай құйып шығамыз. Дайын болған печеньелерімізді 180 градустағы қызып тұрған пеште 20-25 минутқа салып аламыз. Печеньелеріміз пісіп суығаннан кейін осындай бір шетін шоколадты глазурге батырып, жаңғаққа аунатып алсаңыздар, түрі де, дәмі де өте керемет болып шығады. Достар, каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мендегі басқа да оңай әрі тез жасалатын рецепт түрлерін осы сілтемеге өтіп көре аласыздар. Біздің дәмді печеньелеріміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.